Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыз есімдіктер жайлы болмақ. Жалпы есімдіктер дегеніміз ол есім сөздердің атын атамай, түсін түстемей, санын айтпай, яғни тұспалдап, меңзеп көрсетуді айтады. Ол ағылшын тілінде есімдіктердің бірнеше түрі бар. Соның біреуіне, яғни біз жіктеу есімдігіне тоқталатын боламыз. Ол бізде ағылшын тілінде personal pronouns деп аталады. Сабақты бастамас бұрын кішкене ережеге тоқталып өтейік. Сабақты уақыттылық қайталап және де жаңа ақпараттың барлығын жазып жаттап аламыз. Енді есімдіктерге келетін болсақ, бізде міндетті түрде жаққа бөлінеді. Ол бізде бірінші жақ болады, мен, екінші жақ сен және үшінші жақ ол болып бөлінеді қазақ тілінде. Дәл солай ағылшында да жаққа бөлінеді. Бірінші жақта менді біз ағылшын тілінде I деп айтамыз. Мен ол бізде I. Бір ғана әріппен белгіленеді, көріп отқандай. Екінші жақта сен, you, немесе сыпайы түрде сіз деп айтатын болсақ, ол да бізде you болып айтылады. Және үшінші жақта біз ол деп айтқан кезде, ағылшын тілінде дәл орыс тілінде секілді он, ана, ано деп айтамыз ғой. Сол сияқты орыс тілінде де біз, ағылшын тілінде де біз ол деп, ол балаларға, ер адамдарға he деп қолданамыз, ол деп қыз балаларға, әйел адамдарға she деп қолданамыз, және де ол деп жансыз заттар мен жануарларға біз it деп қолданамыз. Мысалға, I like my job. Мен өзімнің жұмысымды ұнатамын. I bought this book for my son. Мен бұл кітапты өзімнің балама сатып алдым. Енді you деп айтатын болсақ, you are my best friend. Сен менің ең жақын досымсың. You are so beautiful. Сен өте әдемісің. Немесе сіз өте әдемісіз. Енді ол деп ол балаларды айтқанда he is a doctor. Біз біліп тұрмыз бұл дәрігердің ер адам екенін. Бұл дәрігер деп айтып тұрмыз, я? Ол дәрігердің біз ер адам екенін анықтап тұрмыз. He works at hospital. Ол ауруханада жұмыс жасайды. Енді қыз балаларды айтатын болсақ, she knows me. Она знает меня деп енді дәл орысшаға аударатын болсақ, она знает меня болып аударады. Ол мені біледі. Яғни біз біліп тұрмыз кім туралы айтып жатқанымыз. Әйел адамды айтып жатырық. Әйел адамның мені білетін жайлы айтып тұрмыз. Және it's a winter. Бұл қыз. It's a cold today. Бүгін күн суық. Яғни біз жансыз заттармен погоданы, ауа райын айтқан кезде осы it сөзін қолданатын боламыз. Енді көпше түріне келетін болсақ, ол бізде бірінші жақта біз болады. Бізді біз ағылшын тілінде we деп айтамыз. Екінші жақта сендер немесе сіздер, ол дәл солай you болады. Және үшінші жақта олар they болады. Мысалыға, we went to Madrid last year. Біз дейді Мадридке өткен жылы бардық. Сендерге келетін болсақ, why are you laughing? Сендер неге күліп тұрсыңдар? Сіздер, friends, you were right. Достар, сіздер дұрыс айттыңыздар. Сіздер, вы были правы дейді ғой. Орысшаға аударғанда, вы были правы. Олар, they often go to Spain. Олар жиі Испанияға барады. Они часто ездят в Испанию, я? They have two children. Олардың екі балалары бар. Енді келесі слайдқа қарайық. Бұл жерде бізге тапсырма берілген. Осы бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша тапсырманы орындаймыз. Мысалға, бірінші сөйлемге қарайық. Жақша ішінде бізге есімдіктерді көрсетіп қойған. Clara and I. Clara және мен деп көрсетіп тұр. Және are at home right now деп тұр. Clara және мен болса, ол кім болады? Біз болады, есімдікке аударғанда, және нақты кім екенін айтпай, меңзеп көрсетеміз. Біз, we are at home right now дейміз. Мысалға, Susan ол бізде қыз баласы болғаннан кейін, біз бұл жерде she-ді қолданамыз. Matt, ол жерде Matt. Кім туралы айтып тұрмыз? Matt is 47 years old. Ойланып көрейікші, қалай қолданамыз? Осының барлығын орындап шығамыз.
Және де келесі бетте берілген мысалдармен дәл солай жақша ішінде берілген есімдіктерді нақты көрсетпей, бүгінгі өткен personal pronouns'тағы есімдіктерді асты сызылған жерге қойып, жазып, кері байланыс береміз. Good luck!